Never been the type to be told what to do. Don't need your opinion how to spend my youth. And maybe it's a curse, but I feel shatterproof. Could start a revolution just to get my kicks. Wrap this crazy world around my fingertips. You ain't never seen a masterpiece like this. Ooh, make you sweat like a fever, on your knees a believer. So sweat, I hope you got your hallelujah sing. Make you sweat like a fever on your knees. Саламатсыздар ма? Біз талант даму орталығына келгенімізге көп болмады, 3-4 айдан асқан шығар, бірақ біз өте қуаныштымыз осы орталыққа келгенімізге. Ұлым вокалға қатысады, Адай ағайымыз өте жақсы, профессионал, өз жұмысын жақсы біледі. Бағлан ағайға үлкен рахмет, балдарды қолдап жүргеніне. I got my sword and my shield, victory in my bones. A warrior never kneels, 'cause I'm a gladiator and a shaker, headed to the top, 'cause I'm a groundbreaker. I'm gonna fight 'cause that's what I'm made for. I'm a gladiator, a gladiator, a gladiator, a gladiator, a gladiator. I'm gonna fight 'cause I'm a gladiator. Gladiator in my bloodline. Талант даму орталығындағы ең жақсы көретін 3 нәрсең. Бірінші мұғалімдер қатты ұнайды, одан кейін тағы да өзімнің шабытымды ашуға көмектесті мұғалімдер. Тағы да маған ұнағаны сол білім алып және апайлармен тіл табысып, көңіл көтеру. Ай, рахмет. Саған екінші сұрағымыз, сен осы талант даму орталығында қанша болды оқып жатқаныңа? 3 жыл. 3 жылда сенің ең басты жетістіктерің қандай? Ең басты жетістіктерім ол өзімнің Астанадағы болған және тағы да үлкен конкурс, бала шабыты деген конкурстан гран-при, сол барлық гран-прилер менің жетістігім, өте жақсы көремін. Сен осы талант даму орталығына енді түскен балаларға не айтасың? Жақсы оқып, жақсы білім алғанын және жақсы өнер үйреніп, апайды тыңдау. Саған көп рахмет. Саған осы талант даму орталығындағы ұнайтын ең жақсы көретін 3 нәрсең. Менің ең жақсы көретін 3 нәрсем бұл талант даму орталығы жастарды өнерге жетелейді. Және өнер ол планетадағы ең жақсы нәрсе деп ойлаймын. Және де осы жерде жүріп, менің шабытым өте ашылды. Сен осы талант шабыт орталығында қанша уақыт бойы білім алып жатсың? Мен талант даму орталығында 4-3 жыл бойы оқып келемін. Сенің сол 4-3 жылдағы ең үлкен жетістіктерің қандай? Менің ойымша бұл телефестиваль және де көптеген басқа конкурстарда жүлдегер болдық, бас жүлде алдық. Өте көп жетістіктер бар. Сен осы талант орталығына енді түскен жас балаларға не айтасың? Оқыңдар, білім алыңдар. Бұл болашақта өте керек нәрсе. Және де өнер бұл
өте жақсы нәрсе, бұны үйрене беріңдер. Осындай ақыл айтамын.